Құрметті қыздар, сіздерді халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Көктемнің гүліндей қылпырып жүре беріңіздер. Әрқашанда қастарыңызда сүйетін, аялайтын жігіттер болсын. Шын жүрекпен бақыт. Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі әйелдердің халықаралық күнімен шын жүректен құттықтаймын. Күндей құлпырып, гүлдей жайнап, өміріміздің көркі болып жүре беріңіздер. Бүгін ақжаулықты әжелердің, асыл аналардың, сұлу әйелдердің, ару қыздардың салтанатты мерекесі. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қымбатты қыздар, сіздерді халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Сендерге зор денсаулық, мол бақыт, махаббат, қуаныш тілеймін. Әрқашан мына өмірге мейірім төгіп, жылу таратып, сән беріп, шуақ шашып жүріңіздер. Құрметті апалар, тәтелер, қыздар, бәріңізді келе жатқан 8 наурыз көктемнен нағыз келген мереке күнімен құттықтаймыз. Көктем келгенде осындағы бірге оқитын қыз келіншектерге бақыт тілейміз, махаббат, денсаулық, ұзақ ғұмыр, тек қана жақсылық болсын. Құрметті әріптестер, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Шын жүректен зор денсаулық, бақыт пен қуаныш тілеймін. Жылдың әр күні сіздерге және сіздердің жақындарыңызға тек қана бақыт пен игілік әкелсін. Ал осы әйелдерге байланысты Мұқағали Мақатаевтың кішкентай жазған бір өлеңі бар екен, соны да оқып жіберейін. Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай. Бола берсін көп, мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді. Ал сау болыңыз. Қыздың жолы жіңішке демекші, сіздерге біздер әрқашанда қолдау көрсеткіміз келеді, өмірлеріңізді сәл жеңілірек жасағымыз келеді, сондықтан біздер әрқашанда қасыңызда боламыз. Ұмытпаңыздар, бірге қазақ тілін үйренейік, қазақ тілінде сөйлейік, тек қана жақсылықта ғана кездесе берейік. Құрметті арулар, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, шаттық, көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Әрқашанда жарқырап, жайнап жүре беріңіздер.